4-ші күн. Өткенді босату. Біз бүгін 4-ші қадамға келдік. 1-ші күні жүрегімізді тыныштандырдық. 2-ші күні уайымды босатып, қолымыздан келмейтін нәрсені Аллаға тапсыруды үйрендік. 3-ші күні өмірімізде қазірдің өзінде бар нығметтерді қайта көріп, барына шүкір еттік. Ал бүгін біз жүректе ұзақ уақыттан бері көтеріп келе жатқан тағы бір ауырлыққа назар аударамыз. Өткенге, өзгерте алмайтын кешегі күнге, айтылып қойған сөздерге, жасалып қойған қателіктерге, болмай қалған мүмкіндіктерге, бізді ренжіткен адамдарға, өзіміз ренжіткен адамдарға, және кейде түнде ойымызға қайта оралатын, сол кезде басқаша жасағанда ғой деген ойларға, бүгін өткенді ұмытуға тырыспаймыз. Өткенді өшіре алмаймыз. Бірақ оның салмағын күн сайын жүрегімізде көтеріп жүруге де міндетті емеспіз. Бүгінгі 4-ші қадамымыз. Өткенді қабылдап, сабағын алып, жүректен біртіндеп босату. Ендеше, бастайық. Өзіңізге ыңғайлы қалыпта отырыңыз немесе жатыңыз. Көзіңізді ақырын жұмыңыз. Иығыңызды босатыңыз. Қолыңызды еркін қойыңыз. Терең тыныс алыңыз. Және асықпай дем шығарыңыз. Тағы бір рет. Терең тыныс алыңыз. Және дем шығарыңыз. Әр дем шығарған сайын денеңіздегі кернеудің азайып бара жатқанын сезініңіз. Маңдайыңызды босаңсытыңыз. Иығыңызды босатыңыз. Жүрегіңізге тыныштық беріңіз. Дәл қазір сізге ештеңені шешудің қажеті жоқ. Ешкімге ештеңе дәлелдеудің қажеті жоқ. Өткенді өзгертуге де тырысудың қажеті жоқ. Тек осы сәтте болыңыз. Тыныс алыңыз. Және дем шығарыңыз. Енді өзіңізден ақырын сұраңыз. Мен өткеннен қандай нәрсені әлі күнге дейін жүрегімде көтеріп жүрмін? Жауапты күштеп іздемеңіз. Мүмкін бір оқиға ойыңызға келер. Мүмкін бір адамның жүзі. Мүмкін бір сөз. Мүмкін өзіңіздің бір шешіміңіз. Мүмкін жіберіп алған мүмкіндік. Мүмкін бір өкініш. Не келсе де, оны қуып жіберуге тырыспаңыз. Тек байқаңыз. Өйткені кейде біз өткенді босата алмай жүргенімізді өзімізде байқамаймыз. Сырттай өміріміз жалғасып жатады. Біз күлеміз, жұмыс істейміз, адамдармен сөйлесеміз. Күндер өтеді. Бірақ жүректің бір бұрышында кешегі бір оқиға әлі де өмір сүріп жатады. Біз оны қайта-қайта есімізге түсіреміз. Неге бұлай болды? Неге ол маған солай айтты? Неге мен олай жасадым? Сол кезде басқаша шешім қабылдасам ғой. Бірақ бір нәрсені есіңізге түсіріңіз. Сіз бүгінгі ақылыңызбен кешегі өзіңізді соттап отырсыз. Ал сол кездегі сіз бүгінгі білгеніңізді білмедіңіз. Сол кездегі тәжірибеңіз басқа еді. Сол кездегі жағдайыңыз басқа еді. Сол кездегі жүрегіңіздің күйі басқа еді. Сіз сол сәтте қолыңыздан келген шешімді қабылдаған болуыңыз мүмкін. Иә, қателескен шығарсыз. Бірақ қателесу адам болудың бір бөлігі. Қателік сіздің бүкіл болмысыңызды анықтамайды. Бір қате шешім сізді жаман адам етпейді. Бір сәтсіздік сіздің бүкіл өміріңіздің сәтсіз екенін білдірмейді. Бір жабылған есік барлық есік жабылды деген сөз емес. Терең тыныс алыңыз. Және дем шығарыңыз. Іштей өзіңізге айтыңыз. Мен өткенді өзгерте алмаймын. Бірақ бүгінгі қадамымды өзгерте аламын. Тағы бір рет. Мен өткенді өзгерте алмаймын. Бірақ бүгінгі қадамымды өзгерте аламын. Осы сөздерді жүрегіңізбен қабылдаңыз. Өткеннің бізге берген ең үлкен сыйы оны қайта өмір сүру емес. Одан сабақ алу. Өзіңізден сұраңыз. Бұл жағдай маған нені үйретті? Мүмкін адамдарды жақсырақ тануды үйретті. Мүмкін өз шекараңызды қорғауды. Мүмкін асығыс шешім қабылдамауды. Мүмкін өзіңізді бағалауды. Мүмкін кешіруді. Мүмкін сабыр етуді. Мүмкін Аллаға көбірек сүйенуді. Егер сол қиындық сізге бір нәрсе үйреткен болса, демек ол күндер босқа өтпеді. Сіз сол жерден бір сабақ алып шықтыңыз. Ал енді сол сабақты өзіңізбен алып,
Ауырлығын сол жерде қалдыруға болады. Терең тыныс алыңыз. Дем шығарғанда өткеннің ауырлығын аздап босатып жатқаныңызды елестетіңіз. Тағы тыныс алыңыз. Және босатыңыз. Іштей айтыңыз. Сабағын аламын. Ауырлығын босатамын. Тағы бір рет. Сабағын аламын. Ауырлығын босатамын. Енді сізді ренжіткен бір адам ойыңызға келуі мүмкін. Оның жасаған ісін ақтаудың қажеті жоқ. Сізге ауыр тиген нәрсені жоққа шығарудың да қажеті жоқ. Кешіру дегеніміз, маған жасалған нәрсе дұрыс болды деу емес. Кейде кешіру, сол адамның жасаған ісіне өз жүрегімізде күн сайын орын беруді тоқтату. Өйткені ренішті ұзақ көтергенде, оны жасаған адамнан бұрын өз жүрегіміз шаршайды. Сондықтан бүгін бірден бәрін кешіруге өзіңізді мәжбүрлемеңіз. Тек жүрегіңізге мына ниетті айтыңыз. Мен бұл ауырлықты мәңгі көтеріп жүргім келмейді. Мен біртіндеп босатуға дайынмын. Жүрегіме тыныштықты таңдағым келеді. Терең тыныс алыңыз. Және дем шығарыңыз. Енді тағы бір маңызды адамға назар аударайық. Өзіңізге. Мүмкін сіз басқа адамдарды кешіре аласыз. Бірақ өзіңізді әлі кешіре алмай жүрген шығарсыз. Бір сөзіңіз үшін, бір шешіміңіз үшін, бір қателігіңіз үшін, біреуге сенгеніңіз үшін, уақытты жоғалттым деп ойлағаныңыз үшін. Мүмкін өзіңізге, мен неге солай жасадым, деп қайта-қайта айтатын шығарсыз. Бірақ бүгін өзіңізбен басқаша сөйлесіп көріңіз. Сол кездегі өзіңізді елестетіңіз. Ол адамның да қорқынышы болды. Оның да білмегені болды. Ол да жақсы өмір сүргісі келді. Ол да дұрыс шешім қабылдағысы келді. Бірақ барлық шешім дұрыс бола бермеді. Сол өзіңізге іштей айтыңыз. Мен сені енді үнемі кінәлай бермеймін. Сенің қателігіңнен сабақ аламын. Бірақ сені өткенде қалдырмаймын. Біз әрі қарай жүреміз. Өзіңізге деген осы мейірімді сезініңіз. Сізге өзіңізді өмір бойы жазалаудың қажеті жоқ. Егер қателік жасасаңыз, тәубе етуге болады. Кешірім сұрауға болады. Түзетуге болатын нәрсені түзетуге болады. Сабақ алуға болады. Және әрі қарай жүруге болады. Өткенге қайта оралып басқа шешім қабылдай алмайсыз. Бірақ бүгін жаңа шешім қабылдай аласыз. Дәл қазір, осы сәтте, терең тыныс алыңыз. Және іштей айтыңыз. Я Алла, өткенімдегі қателіктерімді кешіре көр. Жүрегімдегі ауырлықты жеңілдете көр. Өзгерте алмайтын нәрсені қабылдауға сабыр бере көр. Түзете алатын нәрсені түзетуге күш бере көр. Маған өткенге байланып қалмай алға жүруге жол көрсете көр. Жүрегімді реніштен тазартуға көмектесе көр. Өткеннен сабақ алып, бүгінгі күнімді бағалауға үйрете көр. Енді тағы бір рет терең тыныс алыңыз. Және асықпай дем шығарыңыз. Өткен өміріңізді ұзын жол сияқты елестетіңіз. Ол жолда жарық күндер болды. Қиын күндер болды. Көз жасы болды. Қуаныш болды. Кездесулер болды. Қоштасулар болды. Қателіктер болды. Жетістіктер болды. Бірақ олардың барлығы сізді дәл осы жерге алып келді. Сіз сол жолдың бір жерінде қалып қойған жоқсыз. Сіз әлі келе жатырсыз. Сіздің тарихыңыз аяқталған жоқ. Алдыңызда әлі жазылмаған күндер бар. Әлі көрмеген таңдар бар. Әлі кездеспеген адамдар бар. Әлі айтылмаған жақсы сөздер бар. Әлі орындалмаған армандар бар. Әлі қабылданбаған жаңа шешімдер бар. Сондықтан кешегі күннің бір парағын бүкіл өміріңіздің соңғы беті деп қабылдамаңыз. Бүгін жаңа бет ашуға болады. Іштей менімен бірге қайталаңыз. Мен өткенімді қабылдаймын. Мен өткеннен сабақ аламын. Мен өзгерте алмайтын нәрсені босатамын. Мен өзімді үнемі кінәлауды тоқтатуға үйренемін. Мен жүрегімдегі ренішті біртіндеп босатамын. Мен бүгінгі күнді таңдауға рұқсат беремін. Мен алға жүруге дайынмын. Алланың мейірімінен үмітімді үзбеймін. Бүгінгі жаңа мүмкіндігім үшін шүкір. Енді өзіңізден сұраңыз. Егер өткеннің ауырлығын бүгін аздап босатсам, өмірімде неге орын ашылады? Тыныштыққа ма?
Қуанышқа ма? Жаңа қарым-қатынасқа ма? Өзіңізді жақсы көруге ме? Жаңа мүмкіндікке ме? Жаңа бастамаға ма? Жүрегіңізге келген жауапты қабылдаңыз. Өткенді босату, бәрін ұмыту емес. Өткеннің бүгінгі күніңізді басқаруына жол бермеу. Сіз есте сақтай аласыз. Бірақ сол жерде өмір сүруге міндетті емессіз. Сіз сабақ ала аласыз. Бірақ өзіңізді күн сайын жазалауға міндетті емессіз. Сіз біреудің жасағанын ұмытпауыңыз мүмкін. Бірақ сол ренішке бүкіл жүрегіңізді беруге міндетті емессіз. Сіздің бүгінгі күніңіз бар. Оны кешегі күнге толығымен беріп қоймаңыз. Терең тыныс алыңыз. Және дем шығарыңыз. Енді жүрегіңізге қолыңызды қойып ақырын айтыңыз. Кешегі күн өтті. Бүгін маған жаңа күн берілді. Мен осы күн үшін шүкір етемін. Мен бүгінгі өмірімді таңдауға дайынмын. Мен алға қарай жүремін. Бүгін сіз 7 қадамның 4-шісін жасадыңыз. Бірінші күні жүректі тыныштандырдық. Екінші күні уайымды босаттық. Үшінші күні бар нығметімізді қайта көрдік. Ал бүгін өткеннің ауырлығын біртіндеп босатуға қадам жасадық. Бүгін медитациядан кейін өзіңізге кішкентай тапсырма беріңіз. Дәптерге немесе телефоныңызға мына сөйлемді жазыңыз. Мен өткеннен не үйрендім? Астына бір ғана сабақ жазыңыз. Содан кейін, енді мен нені босатуға дайынмын? Деп жазыңыз. Жауабыңызды ешкімге көрсетуге міндетті емессіз. Бұл тек сіз бен жүрегіңіздің арасындағы әңгіме болсын. Ал ертең біз 5-ші қадамға өтеміз. 5-ші күн жақындарымызға шүкір ету. Кейде бізге ең қымбат адамдардың қадірін олар күн сайын жанымызда болғандықтан байқамай қаламыз. Ертең сол адамдарға жүрегімізбен назар аударамыз. Күніне небәрі 10 минут. 7 күн. 7 қадам. Ал бүгін өзіңізбен бірге бір ғана ойды алып жүріңіз. Өткенді өзгерте алмаймын. Бірақ бүгінгі күнімді таңдай аламын. Соңғы рет терең тыныс алыңыз. Және асықпай дем шығарыңыз. Көзіңізді ақырын ашыңыз. Кешегі күнге сабақ үшін рахмет айтыңыз. Бүгінгі күнге мүмкіндік үшін шүкір етіңіз. Ал ертеңге үмітпен қараңыз. Жүрегіңіз жеңіл болсын. Жаныңыз тыныш болсын. Алла алдыңыздан қайырлы жолдар ашсын. Аллаға шүкір.